Данияр, бүгін қадыр түні емес па? Жүр ертерек шығайық, мешітке барайық. Мешітке барған емес. Керісінше адам қыдыр түнінде үйде болмай ма? Данияр, оның не үшін керек? Қалай не үшін? Бүгін үйге Қыдыр ата келеді. Асымыздан ауыз істеп, оңға белгі салып кетеді. Егер де біз мешітке баратын болсақ, үйді құлыптап кетсек, Қыдыр ата үйге қалай кіреді? Данияр, онда енді ғой. Жүр мешітке барайық ертерек. Құлшылық жасайық мешітте. Кейін мынау киіміңді ауыстыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рамазан айы келген кезде, оның ішінде 1000 айға татырлық қадір түнін мұсылман баласы асыға күтеді. Өйткені бұл ай 1000 айға татырлық, сондай сауабы мол бір түн болмақ. Сол себепті бұл түнді қалай күтеміз, қадір түнді не істеуге болады, ол сауапқа қалай қол жеткіземіз деген сұрақ әркімді мазалайтындығы белгілі. Шариғатта бұған қатысты Құран кәрімде қадір дейтін сүре бар. Бұл сол сүреде айтылғандай, бұл 1000 айдан артық 1000 айға татырлық, сондай сауабы мол түн. Ардақты пайғамбарымызға Айша анамыз сұрайды: "Е Алланың елшісі, мен бір түнді қадір түні деп білетін болсам, сол күні не істейін, Алла тағалаға қалай құлшылық етіп жалбарынайын?" дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыз айтады: "Егер де сен сол бір түнді қадір түні деп білесің, онда Алла тағаладан былай деп дұға етіп кешірім сұра" дейді. "Е Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, менің күнәларымды кешіре көр" деп Алладан сұра дейді. Міне қадір түнде жасалатын дұғаларымыздың бірі болмақ. Ал енді қадір түнде арнайы ереже бойынша бекітілген бір құлшылық немесе бір жаңағыдай басқа да амалдар жоқ. Әркім шамасына қарай Аллаға құлшылығын жасайды, нафилалық ғибадатын жасап, дұға етеді. Және де бұл түнде мешітте күту немесе үйде күтудің арасында үлкен бір айырмашылық жоқ. Әрине мешітке барып күткеннің сауабы, оның артықшылығы бар. Себебі жамағатпен бірге уағыз тыңдайсыз, ол жерде Алла тағала құлшылық етесіз. Өзіңізді Алланың үйінде мешітте сезінгеннен кейін барып, сіздің жан дүниеңіздегі тебіренісіңіз, сезіміңіз де әрине өзгеше болады. Сондықтан да басым көпшілік адам мешітке барғанда құп көреді. Бұл деген сөз үйде болмайды, мешітке ғана бару керек деген білдірмейді. Екі жақта да қай жерде көңіліңіз қаласа сол жерде отырып, Аллаға жалбарынып дұға етсеңіз болады. Бұл түні кейбір жандар Қыдыр ата келеді деп күтеді. Шариғатта Қыдыр атаның келетіндігі жайында бұл түнде ешқандай дәлел жоқ. Құран кәрімде Қадыр дейтін сүре бар. Сол жерде тәнәззәлул мәләикату вар-руху фиһа биизни раббихи мин кулли амрин салам дейді. Яғни бұл Қадыр түнінде Жәбірәйіл періште бастаған періштелердің барлығы жер бетіне түседі таң атқанға шейін Алланың әмірімен дейді ғой. Сондықтан да біздің күткеніміз бұл Қыдыр ата емес, бізге жер бетіне түсетіндігі жайында періштелердің келетіндігін Алла осы аятта бұйырғандықтан періштелер келетіндігін ұмытпайық. Қыдыр ата келеді деп тесікті ашып қою бұл шариғатта бұйырылмаған амал. Біз қадір түнінде құлшылық етіп, Алла тағаладан мейлінше кешірім сұрайық.